Баршаңызға армысыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы майсөк және женттің рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен майсөк тағамын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге тары қажет болады. Менде қуырылған Қызылорданың тарысы. Сіздер Қызылорданың немесе Ақтөбенің қуырылған тарысын алсаңыздар, өте жылдам пісетін болады. Тарыны ыстық сумен, қайнап тұрған ыстық сумен 2-3 мәрте жақсылап жуып аласыздар. Тарыны салқын суға жууға болмайды, тек қана ыстық сумен жуасыздар. Міне суы тазарғанша бірнеше мәрте жуып алдым. Оның үстіне қайнап тұрған ыстық сүт құясыздар. Сүт тарының деңгейімен бірдей болып тұру қажет, яғни бетпе-бет болып тұру қажет. Оны 20 минутқа қалдырамыз. 20 минут өткеннен кейін міне тарымыз өте жұмсақ болып дайын болды. Енді осы тарымызды матаның үстіне қойып кептіретін боламыз. Осылай бір тегіс етіп жайып шығамыз да бірнеше минутқа кептіріп аламыз. Менде шамамен 40 минут уақыт кетті. 40 минуттан кейін ыдысқа салып, енді маймен араластыратын боламыз. Қажет заттардың тізімін және мөлшерін видеоның астындағы описаниеден көре аласыздар. Оның үстіне қант ұнтағын қосамыз, немесе қант қоссаңыздар да болады, және бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майды қосып жақсылап араластырамыз. Міне майсөгіміз дайын болды. Оны әдемілеп кесеге салып, бір формаға келтіріп, тәрелкемізге орналастыратын боламыз. Тары дақылы өте пайдалы, тағамдық құнары мол дақыл болып келеді. Сондықтан сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендігі кезекте жент тағамын дайындаймыз. Ол үшін тарының талқаны қажет болады, және қант немесе қант ұнтағын саласыздар. Және оның үстіне еріп тұрған бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Және қойытылған сүт, яғни сгущенканы қосамыз. Бұл сары май көп қосылмау үшін, қатты майлы болып кетпеу үшін қосылады. Енді барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Жақсылап қасықпен араластырып алдым. Сіздер қолмен араластырсаңыздар болады. Міне осындай біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міне осылай жиналатын болуы қажет. Енді ыдысқа саламыз. Сіздер силиконды форма болса, формаға салсаңыздар болады, немесе осындай ыдысқа салып қатырсаңыздар да болады. Осылай бір тегіс етіп жайып, тоңазытқышта 1 сағат уақыт бойы қатырамыз. Міне жентіміз дайын болды. Видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, пікір қалдырып, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.